Бүгін бізде шымылдықтың ашылуы мықты спикерлермен байланыстырып отырып беретін болсақ, ісіміз жемісті болады деп ойлаймын. Бір-екі шешу жолдарын айтамыз, сондықтан соңына дейін көруді ұсынамын. Керемет сөз, осы шабыт әрине мықты бір энергетика алады. Бірінші энергия алатын орны. Бәріңізге көп рахмет. Жақсы ой бөлісу болды, тәжірибе алмасу болды, энергия алмасу болды. Аллаға шүкір. Біз катализатор подкастын бастаймыз. Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар, көрермендер, қош келдіңіздер. Бүгін бізде шымылдықтың ашылуы мықты спикерлермен біз катализатор подкастын бастаймыз. Бүгінгі тақырып бізде энергия жайында болады. Яғни энергия бұл жаңа валюта. Осы энергияны әртүрлі қырынан қарастырамыз. Біздің негізгі бағытымыз катализатор деп аталғандықтан сіздің, немесе басқа адамның, немесе өзіміздің А нүктеден Б нүктеге тез, оңай, жеңіл, жылдам жетуіне ықпал ететіндей контентпен, ақпаратпен, тәжірибемен бөлісу. Бүгінгі тақырып энергия болғандықтан, Құдай қаласа, бала тәрбиесі жағынан, қарым-қатынас жағынан, ақша табу жағынан, сату жағынан, және өзіңнің өміріңді жүйелеу, мотивациялау жағынан қарастыратын боламыз, Құдай қаласа. Жалпы энергия бұл ең құнды валютаның бірі болып табылады екен. Ең бірінші адамға ақша қымбат болды. Одан кейін уақыт қымбат болды, қазір уақыттан да энергия қымбат болды. Бізге жиі түседі, жаңағы көрермендерден, оқырмандардан, ұстаз, энергиямыз таусылып жатыр, не істейміз, қалай жасаймыз, энергиям жетпейді, бұрын көп еді, қазір білмеймін деп. Мінекей осы сұраныстың бір нақты жауабын жан-жаннан қарастырып, талқылап көрейік, Құдай қаласа. Ал ендеше бісміллә деп бастайық. Сізге де, бізге де бүгінгі подкастымыз қайырлы, берекелі болсын. Ал бірінші кезекті, бірінші мынау бағытты балық шақтан бастасақ, жалпы мынау бала тәрбиесіндегі энергияның мәні, мағынасы, немесе жалпы орны қандай болады? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Негізінен бұл да ата-аналар тарапынан жиі келетін сұрақтардың біреу десек болады. Тіпті қазіргі таңдағы балалардағы келісетін проблемалардың басым бөлігі сол балалардағы энергияның жетіспеушілігінен деп қарастырсақ болады. Яғни мысалы қазір енді оқу жылда басталып жатыр, баланың сабақ оқуға деген қызығушылығы болмауы, кітап оқығысы келмеуі, бір нәрсе үйренгісі келмеуі, бұның бәрі айналып келген кезде сол баланың энергиясымен тікелей байланысты десек болады. Яғни мен бұны көп жағдайда былай түсіндіріп, ата-аналарға былай сипаттауға тырысам. Мысалы айталық, сіз бір машинаны көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Яғни энергия деген ол машинаның бензині секілді. Қазір балаңыз бар, сіз балаңызды бір жетістікке қарай жеткізгіңіз келеді. Мысалы енді ОБТ-дан жоғары балл алып грант тұтқыңыз келеді, немесе жаңағы 6-шы сыныптың 5-шы сыныптың баласы болатын болса, білім инновация лицейлеріне НИШ-қа немесе физматқа түсіргіңіз келеді, немесе кез келген бір дарын мектебіне түсіргіңіз келеді, немесе жаңағы сабағын жақсы оқысын дейсіз деген секілді, сөйтіп баланы сіз сол жетістікке жеткізгіңіз келеді. Енді ойлап қойыңыз, балада энергия жоқ болса, демек машинаның бензині жоқ секілді көз алдыңызға елестетсеңіз болады. Енді не істейсіз, машинаның бензині жоқ болса, оны жүргізудің екі жолы бар. Не алдынан тартасыз, немесе артынан итересіз. Қазіргі біздің ата-ана мен балалардың арасында қарым-қатынасты осыған ұқсатсақ болады. Яғни ата-аналар балаларын жетістікке жеткізу үшін балаларын артынан итеріп келе жатыр. Бензині жоқ машинаны итерген секілді итеріп келе жатыр. Бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе бар. Түзу жолда итеріп келе жатқан жоқ. Өйткені біз жетістікке жеткізгіміз келеді ғой. Жетістікке жеткізгіміз келгендіктен біз демек бір өрге қарай итеріп келе жатырмыз. Сіз өрге қарай итересіз. Бір кезде жаңағы сіз де адамсыз ғой. Сіз де ет пен сүйектен жаратылған, сіздің де бір уақытта шамаңыз таусылып, энергияңыз таусылады, сөйтіп сіз жібере салған сәтте сіз жоғарыға итеріп келе жатсыз, ол қайтадан артқа қарай десек, бұрын өзінің орнына қайтып келеді да. Міне біздің қазіргі таңдағы көптеген проблема осы. Мысалы, білім беру орталығына сүйрейміз, жаңағы әртүрлі нәрселермен қорқытамыз, үйтеміз, жаңағы iPhone 15 деп жатыр, iPhone 15 алып беремін деп, сыйлықпен сатып алуға тырысамыз деген секілді. Бұның бәрі сол просто бір итеру процесі деп ойлаймын. Ал негізгі нәрсе не? Оған бензин құю керек, немесе оның ішкі моторын жұмыс ету керек та. Сол кезде машина ешқандай қиындықсыз өз күшімен өзі өрге шыға алатын болады. Ал енді бұл ішкі
моторды жұмыс ететін немесе энергия беретін нәрсе не дейтін болсақ, балалар үшін энергия беретін ең негізгі нәрсе ол балалардың қызығушылықтары. Егер балалардың қызығушылығын оята алсақ, сол кезде ол өзіне энергия жинайды, сол энергиямен өзіне керек нәрсені алады. Мысалы айталық, бала кітап оқуға қызықпауы мүмкін, сабақ оқығысы келмеуі мүмкін, мысалы, ол кезге келген кезде еш нәрсеге сенбей бүйтіп орнынан тұра алмай жатып қалуы мүмкін да, бірақ кейбір жағдайлар болады, мысалы, бала шаршамайды, түнімен отырып, мысалы, ойын ойнай алады, мысалы, түнімен отырып басқа нәрсе істей алады, телефон шұқи алады, ол жерде энергия таусылмайды. Неге? Өйткені ол оған қызығып тұр да, оның қызығушылығы бар, сол үшін ода ол жерде шаршау деген процесс болмайды. Ол жерде ол жалқауланбайды. Ал бірақ та үйрену процесіне сондай қиындық туындайды. Демек, бұл жерде ата-анаға да, педагогтарға да жалпы баланы тәрбиелеуші ересектердің әрқайсысына маңызды болған нәрсе мынау, кез келген нәрсені балаға қызық қылып көрсете алу өте маңызды. Яғни баланың фокусын, вниманиясын өзімізге тарта алу өте маңызды. Ал тек қана жаңағыдай құрғақ білімді беруге тырысатын болсақ, құрғақ нәрсемен баланы тәрбиелеуге тырысатын болсақ, тем более қазіргі заманның балалары оған қызықпайды деп ойлаймын. Сол себепті мен ойымша мұғалімдер де жаңағы ата-аналар да балаға бергісі келген, үйреткісі келген нәрселерде баланы қызықтырудың жолын қарастыру керек, өйткені қызығушылық тең энергия дер едім балалар үшін. Бәрекелді. Өте жақсы. Қызығушылық тең энергия. Балалар үшін қызығушылық тең энергия. Біз үшін де негізі сондай ғой. Өйткені хоббиміз, жақсы көрген ісімізде біз шаршамаймыз. Бірақ бізге қиын болған нәрсені біз артымыздан біреу итерсе де, тепсе де істегіміз келмейді да ол нәрсені. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір Құдай қаласа, мынау бірінші айналымда негізгі мәселелерді талқылап жатырмыз. Екінші айналымда Құдай қаласа соның бір-екі шешу жолдарын айтамыз. Сондықтан соңына дейін көруді ұсынамын. Ал енді қаржы, ақша, сату жағынан қарастырып көрейік. Ол жағынан Арекең өзі эксперт. Энергияға толы маман десек. Стористерді байқасаңыздар, газой. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Біріншіден мен мынандай бір нәрсені ескерім келіп отыр. Енді өз опытымнан, тәжірибемнен өткізген бір нәрсе. Продажа деп айтып жатыр қой. Қазір енді психологтар да көп қой. Даже мен де кей кезде өзімде сөйтіп айтамын. Ақша тең болады, ол энергия. Бұл жерде сразу осы мәселені түсіндіріп кеткен дұрыс деп ойлаймын. Егер сізде энергия болатын болса, сізге ақша келеді де, жеңіл келеді. И сізге сату да оп-оңай болады. Сату мамандарына, клиентпен сөйлесетін адамдарға, жаңағыша ақша тапқысы келетін адамдарға, кәсібін енді бастап жатқан адамдарға, болмаса эксперттерге енді нарыққа шығып жатқан кезде осы энергия өте маңызды. Енді энергия дегенімізді не деп қарастыратын болсақ, қарапайым бір мына күш-қуат тоқта болып жатқан нәрсе, мынау свет қалай жанып тұр, тура сол сияқты. Бұған күш-қуат келмесе свет жанбайды да, болмаса әлсіз ваты төмен күш-қуат келсе, бұл да бір ақырын жанат деген мәселеде. Ал енді бұған қалай қарастыруға болады? Біз неден энергияны аламыз, и ол энергияны қайда саламыз? Яғни бізде барлығымыз бір сөзбен айтқан кезде осы өмірде енді рухтың төңірегінде, жанның төңірегінде алатын болсақ, біз барлығымыз тұрған трансформаторымызды и осыдан өткізе береміз. Енді жаңа бала тәрбиесінде де тура қалай трансформатор болу керек нақты айтып өтті де Елжас мырза. Қалай біз сол трансформатор болуымыз керек, жаңағы сөйлесуіміз керек, бірімізбен баламен сөйлесу керек, баланың қызығушылығын анықтау керек деген сияқты, тура сол сияқты сату маманы да нақты не нәрседен қызығушылық, нақты не нәрсеге құштарлығы бар, соны жазып алса, неден заряжается, соны айқындап біліп алған абзал да. Сол кезде соны арғарата іске, осы жасап жатқан сатуға, продажаға бағыттай алса, осы жерден энергия алатын болады. Енді тағы да бір қызық нәрсе бар. Мен қараған кезде отдел продажға барып, бизнесмендермен барып кездескен кезде, отдел продажның ішіне кіріп келген кезде адамдарда энергия жоқ. Жаңағыдай ұйқысын аша алмайды, сөйлей алмайды, дауысы бәсең, бірандай бір қызығушылығы жоқ та, бодрость дейді ғой, мына бір ынта, жігер, сондай нәрсе жоқ та. Шабыт. Шабыт деп айталық, керемет сөз осы шабыт. Шабыт жоқ. И шабыт жоқ жерде енді әрине ақша да жоқ, энергия да жоқ та, енді осы жерде. Шабытың жоқ, клиентке звондап, ана жақта клиент да, алло, кім бұл деп тұрса, мына жақта біз алло, сәлематсыз ба деп бүйтіп тұрса, бүйтіп майысып тұрса, ұйқымызда әлі ашылмаған, кофе ішпегенбіз примерно да, сондай тема болып тұрса, примерно клиент айтады, кім бұл, қойшы, қайдағы қалдырған жоқ нөмірімді дейді, и сонымен қоя салады. Негізі көп жағдайда осы нәрсе болып жатыр. Енді не істеу керек? Өте маңызды нәрсе, жаңа ағалар да айтып жатыр.
біз не нәрсеге сливаться етіп жатырмыз, энергиямызды қайда болмайтын бір нәрселерге кетіріп жатырмыз да, шабыт бермейтін, өзімізге қызық емес нәрсені, сол қызық нәрселерді тауып барып, соны клиентке тиімді дұрыс қолдансаңыздар, в принципе сізде и продажа да болады, ақша да болады. И осы жерде өте маңызды нәрсе, кейбір адамдар ойлайды, бүгін саттым, болмаса осы айда жақсы ақша таптым и сонымен тоқтау деген сияқты ше. Біз түсінуіміз керек, энергия тоқтамайды ол. Энергия күнде бар. Энергияны мен өзім былай бөлуші едім. Екі энергия бар деп айталық. Біріншісі ол Алла Тағала бізге 24 сағатқа беретін. Ол біздің жаңағы жанымыз, рухымыз, денемізді ұстап тұру үшін де, ол біз қозғалсақ та, біз қозғалмасақ та, ол бізде бар да. Екінші энергия бар, ол уже гормондардан бөлінетін энергия деп айтатын болсақ, ол жаңағы қызығушылық, шабытымыз, өзіміздің бір миссиямызды орындау. Сол кезде біз уже келесі волнаға жаңағы даже нақты нишамызды табуда, ол жаңағы бізде уже қан айналымда басқаша болады, гормондар да басқаша бөлінеді, и сол жерде құштарлық та пайда болады, и соны біз газовать етеміз ғой, жаңа айтып жатқан. Газуем. В принципе, мендегі нәрсе осы енді. Бәрекелді, тамаша. Яғни түсінгеніміз бойынша бұл сатуда, егер адам өзінде энергия дұрыс болмаса, сәйкесінше ол сатылымға да кері әсер етуі мүмкін. Әрине. Ол үшін бірінші энергияны қайдан аламын анықтап алу қажет нақты. Одан кейін менің энергиям қай жаққа сарқылып жатыр, қай жаққа құйылып жатыр теріс жағына. Сол тесттерді анықтап бекіту қажет. Тамаша, өте жақсы. Келесі экспертіміз Ғабит Мырза, жалпы жүйелеу бойынша, масштаб бойынша эксперт. Енді Ғабит Мырза, адамда кейде мотивация түсіп қалады. Кейде өзінің кім екенін білмейді, қайда баратынын білмейді. Сол дүниелер энергияға әсер етеді ма? Әсер етсе, қалай әсер етеді? Сосын оны қалай алдын алуға болады? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн болсын. Жалпы энергия тақырыбы қазір актуалды ғой. Бәріміз жүргенде бір әркімнің бір іздейтін энергияны іздейді деп ойлаймын. Өздеріңіз сияқты мысалы адамдар интернеттен жаңа көріп алады да, коучерларға барады, тренерге барады, жаңағы немесе бір қазір инстаграмнан көріп, жаңағы бір успехтарды көріп дегенде елден көріп, соны ізденіп бір тренингтарға барады. Және де ол жерден жаман емес, әрине мықты бір энергетика алады, заряженный болып шығып, жаңағыдай келіп, бірақ үйге келгеннен кейін 2-3 күннен кейін жаңағы жел шыққан доптай қайтадан секірмейтін доп болып қалып жатады да. Жаңа бір дозаны іздейді сосын. Сосын және де бір дозаны іздеп басқа курсқа жаңағы бір жағынан шығын ысырап жағы бар. Екіншіден мақсатына да жетпеді, энергиясын толықтыра алмады деген сияқты. Бұл енді себебі сырттан келген бір идея, біреудің сатып жіберген ойы деген сияқты мәселе ғой. Біз бақытты энергияны, өмірлік энергияны сырттан іздегенше дұрыс жолы ішімізден іздеген дұрыс сияқты. Яғни өзіміздің Алла Тағала берген ерекше қабілетіміз, әрқайсымызға бөлек қабілет берді ғой. Егер әркімге бірдей қабілет берсе, бәріміз етікші болып көтермедік, немесе түгел бәріміз бухгалтер болса, бұл жерде де Алла Тағаланың бір әділдігі бар сияқты. Әркімге ерекше қабілет берді және өмірдің әртүрлі салаларының бәрі осымен жабылып тұр. Осы қабілетті өз-өзімізбен қалап, жаңағы рухани инструменттер бар, психологиялық инструменттер бар, потенциалым қандай, мақсатым қандай, миссия, не үшін келдім деген сияқты мәселелерде соны тапқан жағдайда бұл сарқылмайтын бір энергия беретін сияқты да. То есть бағанағымен салыстырғанда бұл ұзағынан өмір бойына жете беретін энергия береді деп ойлаймын. Мен Ғабит Мырзадан мынандай нәрсе түсініп отырмын да. Мына мотивация деген нәрселер былайша айтқан кезде немесе сырттан алып жатқан энергияларымыз ол бір тек қана бір оталдырғыш секілді да, бір тыррыт деген оталдырып жібереді да. Ары қарай сен сонымен жүріп кету керексің да. Ол жүріп кету үшін сол как раз Ғабит Мырзаның тақырыбына келеміз. Жаңағы өміріңді жүйелеп, уже тәртіп, дисциплина деген нәрсе болмаса, біраз уақыттан өшпесе, мен ана семинарларда тоже ата-аналарға айтатын едім. Қазір мына жерден шығасыздар, о, болды, мен балаларменен жақсылап сөйлесем, ойнаймын, бүйтем, бірақ өкінішке орай да сіздер мына баспалдақтан түсіп бара жатқан кезде қайтадан энергияңыз таусылып қалады деп немесе 2-3 күн сөйтіп жүресіз да, ата-аналар өздері де мойындайды, 2-3 күн сөйтіп жүреді да, қайтадан бұрынғы жаңағы Елжас бұрынғы алмас болып шыға келеді да негізден. Ішкі потенциалын. Неге өйткені жүйелеу жоқ та, сол үшін мен жүйелеу жағынан мысалы мен ата-аналарға мынаны айтатын едім, өстіп энергия алып от алдыңыз ғой, енді бұдан кейін сіз күнделікті
кішкентай қадамдар жасап отырсаңыз, сол кезде бұл жүйелеу болады да, тәртіп, дисциплина болады, ол ары қарай пайдасын береді. Кез келген нәрседе бұл энергия бізді сырттан келген энергия, әсіресе бізді бір от алдыратын нәрсе, ары қарай оның өміршең болуы біздің тәртібімізге, дисциплинамызға байланысты, өмірдегі дағдыларымызға байланысты. Ол жағынан енді Ғабекеден кеңес алсаңыздар болады. Тағы да бір момент бар да мынандай. Жалпы осы көп нәрселерді қазір теория ретінде, ақпарат ретінде біледі адам, естиді, қатысады, бірақ соны қолданбаса, одан сайын энергиясы көп кетеді да. Өйткені өз-өзін кінәлау басталады, өз-өзін жаңағы білем ғой, неге жасамай жатырмын деген, одан сайын энергияны жаңағыда алып кетеді. Сондықтан бұл жердегі жаңа білетін нәрсемізді өз бойымыздан өткізу арқылы әдетке айналдыру, әдетіміз енді ақырын бір ұқсап бағу. Жеке ішіміздегі потенциалымызды тауып, соны мақсат ретінде қойып, әрине оның жүйеге қойып, ары қарай тақырыпты ашатын боламыз, қалай қолданып, құралдар ретінде қолданатын мәселені. Ол үшін менің парақшама жазып қойыңыздар десек. Менде мынандай бір сөз айтқым келіп отыр, қателесуге болады деген. Мен рұқсат болса ішкі сезімімді айтсам, жалпы адамға жанұя бір айтады ғой, бір демалу үшін, бір рахат алу үшін бір-біріміздің жанымыздың бір ұясы. Керісінше энергия алатын орны. Сондықтан ерлі-зайыптылар бір-бірін жанұя құрғанда ешкім жаңағы тұрып, мен біреудің жүгін арқалайын, мен біреудің жауапкершілігін алайын деп жүрмейді. Аманат ретінде әркім өзінің міндеттерінде бірге не істейді, бір-бірін жалпы қолдап, қорғап деген сияқты бір-бірін әркім екі ерлі-зайыпты бастысы бір энергияны сол жерде бір-бірінен күту арқылы емес, әркім өзі толыққанды өзінің энергиясын алып, екінші адам өзінің энергиясына, ішкі күйіне назар аударып, сол кезде бір-бірімен қарым-қатынас құруында. Сондықтан бұл жерде айтады ғой, әркім өздерінің міндеттерін орындамаған кезде энергия кетеді. Өйткені айтады ғой, жаңағыдай жаратылыс бойынша осылай, мен нәзік сезінгім келеді дейді. Мен керісінше бір ер азамат сезінгім келеді дейді. Сол кезде энергия слив болады. Бір-бірлеріне, мысалы, ер азамат сыртта айтайық, енді бизнесі, жұмысы, кәсібі, ақшасы бәрі бір болмай қалып, болып жатыр, соған назар аударады. Үйге пустой бақпен келеді, не істейді, сол нәрсені таңертеңнен кешке дейін, немесе өзі де шаршап келген әйеліне мысалы басқа бір енді ауыр сөз айтып қояды, мысалы, немесе тамағың дұрыс болмай қалыпты, басқа деген. Сол кезде не істейді, әйелі оның тұрып нәзік сезінгісі келеді ғой, керісінше ер азамат, аманат, сен мені қорғай шығар десем, сен мені жаңағыдай бір жазалап жатсың деген сияқты. Сол кезде анасы осы кезде басталады. Анасы болды ренжіп, энергиясы жаңағыдай төмен түсе бастады ма, бітті, үйге жайылады. Үйге жайылып, ана жерде болды балаларға да, балалардың да әсер ете бастады, үйдегі состояние. Еркек ол кезде енді үйге кіріп, жаңағыдай логикамен келіп, қарым-қатынасқа келді. Сондықтан бұл жерде маңыздысы энергиясына, өзінің энергиясына көңіл аударуы, және де тек қана жұмыс, басқа мен бір нәрсеге табам, бәріне дәлелдеймін емес, мен өзімнің жанұяма, өзімнің отбасылық қарым-қатынасыма қаншалықты көңіл бөлем. Адам өзінің, мысалы, жұмысқа барған кезде ерлі-зайыптылар бір күн ұрысып қалды ма, бітті, жұмысында жүрмейді, ойлағында келмейді, настроениемде жоқ болды. Сол сияқты бір-бірінен күту арқылы емес, бұл жерде бір-біріне дәлелдеуде емес, әркім толыққанды өзінің энергиясына назар аударған кезде жан-жаққа қарым-қатынасқа да, табысқа да, отбасылық, ата-анасымен қарым-қатынасқа да сол әсер етеді. Сондықтан ерлі-зайыпты бұл бір-біріне айна. Ол жерде тұрып, ұнамайтын нәрселерін ашық түрде келісім отырып, жаңағыдай сен осындай еркексің, бір нәрсесің, жаңағыдай кемсітіп емес, әркім өзінің ойын шынайы, мен осы кезде осылай сезінемін. Маған осы нәрсені қалай істесек болады. Сондықтан барлығы жүйелі түрде болса, ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы бұл жерде жандарының, жан сезімдерінің ұясын бірге тоқу. Қалай жасасақ болады, келісім отырып, басқа отбасыларға ұқсамайтын өздері бір модель құрса болады. Сондықтан олардың қалауы, энергиясы сол жаққа өзінің өмірлік мақсатына бірге жаңағыдай алға қарай қабілеттерін ашу арқылы жаңа деңгейлерге шығуға бағытталса, олар өсе бастайды, өз-өздерін рахат сезінеді. Балалардың тәрбиесіне, жаңағыдай басқа дамытуына. Ал егер де қалаулары бір,
бірақ бір-бірімен алпарысып, бір-бірімен өзгертіп, бір-біріне жаңағыдай сен емес, мен емес деген сияқты энергиясын жан-жаққа шашатын болса, өздерін емес, сол кезде не бір-бірін артқа қарай тарта бастайды. Енді Жасұлан мырза, жалпы сіз өз тарапыңыздан үйдің отағасы ретінде осы алгоритмді, осы модельді қалай нақты бір практикалық жолмен жүзеге асыра аласыз? Бөлісе аласыз ба? Мысалы, лайфхак дейсіз ғой. Лайфхактарыңыз бар ма? Біздің ер кісілерге мүмкін жаңағыдай білмейді, нақты не істеймін. Алдында бір кісі айтады семинарда, мен дейді жұмыстан келатқан кезде хабарластым әйеліме дейді, там үйге не қажет деп. Ну, ешнәрсе қажет емес дейді. Жарайды, үйге келдім, есікті ашып, күтіп тұрды, маған не әкелдің деді. Сен керек емес осы нәрсе. Ну да, сөйтсе үйге керек емес, бірақ әйел күтеді екен да өзі. Бір жұбайынан жаңағы бір подсознательно ма или былай, то есть сіз айтқандай бір нәзік болғысы келеді дегендей. Енді біз сияқты ер кісілерге, вот нақты бір екі үш. Бұл жерде ең біріншісі бірге отырып, жалпы, енді бір жақсы көңіл күйде ұрысып қалған кезде емес, бір-біріне претензия арқылы емес, бір-біріне отырып, қалауларын, мақсаттарын бірге қою. Сол модельді бір-бірімен кәдімгідей ұнайды, ұнамайтын нәрсені ашық сөйлесе алу. То есть жұбайыма мен сұрақ қоямын, жаным. Жалпы, ол негізі өзі айтып жүр. Просто түсініп керек емес. Тыңдау. Жан дүниесіндегі негізі мынандай нәрседе енді ол қашан түсіне алады? Басқа ерлі зайыптылар бір-бірін жаңағыдай әйелін қашан түсіне алады? Оны түсінуге тырыспау. Өзі жақсы көңіл күйде, негізі әйел ханымдар өзі айтып жүр оны. Просто ер адам оны түсінуге, өзгертуге тырыспай, жалпы тұрып, ортақ бір жаңағыдай қалауын сұрай алу. Нақты сіз не істейсіз? Сол бізге сол бізге бірге жалпы бұл жерде маңыздысы бөлек жаңағыдай отбасында балалармен бірге емес, бір-бірімен свиданияға барып, сол кезде бір жақсы свиданияға шақыру. Ол бір бөлек уақытты өткізіп, енді аптасына бір рет, екі рет, енді мүмкіндігінше жалпы өздері бір-бірімен онаша шығып, кәдімгі уақыт өткізу. Өте маңызды. Өте маңызды. Екіншісі, бұл жерде бір-бірінің дамуына сен өзгер, сен дамы деген нәрсені ақыл айтпай, әркім өзінің келісім отырып, әркім өзінің тұлғалық дамуына фокус бұру. Өзгертпей өзінің отағасы ретінде, күйеу ретінде дамуын бұл жерде енді айтамыз, физикалық спорт болсын, дене болсын, тамағы болсын, ұйқысы болсын, сол нәрсеге бір кітап оқуы болсын, басқа болсын, рухани, эмоционалдық жағына, сол жағына өзінің дамуына назар аудару. Екінші, үшіншісі бұл жерде бір-бірінің жалпы тұрып, бір-біріне атана болмай, бала болмай, бір-біріне сезімдерін білдіру арқылы тек қана жұбайым екен ғой деп жақсы сөздер, күлімсіреп қарау, бір-біріне жақсы жаңағыдай бір қолдап сезімдерін білдіру. Күніне қанша рет білдіру қажет қазір? Жалпы тұрып, оны мысалы таңертең білдірдім. Ол бір-біріне күтпей өзі артына шартсыз сезімдерін білдіру. Өзінің өйткені бізде көбінесе жаңағыдай өзгерткісі келіп, атана болғысы келеді, немесе бала болып, типа еркелегісі келеді. Жоқ, бұл жерде түсіну, бір-біріне ерлі зайыпты не үшін бір-бірімен жаңағыдай бір махаббат сезімінде, рахат сезімінде, сол сезімдерінен бір-біріне сезімдерін білдіре алу. Өйткені бізде ер азаматтар, жаңа айтамыз ғой, енді өзім сондай ер азаматтың біреу өзімді болғам, сезімімді білдіре алмайтым, білдірсем, как будто бір подкаблучник сияқты. Сондықтан бұл жерде сезімді білдіру арқылы керісінше жүректі ашу, сондықтан бір-біріне жаңағыдай айтып қой, ер азамат ретінде. СМС-те жазуға болады ғой. СМС-та жазу, бір-біріне айту, оны күтіп, сен маған айтпай жатсың ғой, таңертең бүйттің ғой, сөйттің ғой деген нәрсеге назар аудару болады. Фокусты мен ер азамат ретінде өзім не істей аламын. Екінші тарапта бір-бірінен күтпеу. Әдетте біз ер кісілер жаулаушы болғандықтан үйленген дейін әртүрлі СМС жібереміз, өлеңдер шығарамыз, шабыттанып, үйленгеннен кейін болмай қалады да, оны күтеді екен да сөйтсек. Сондықтан үйленгеннен кейін де до конца
орысша айтып қойдым ба? Өмірдің соңына дейін романтик болған дұрыс екен. Бұны қашан жасай алады? Бастысы, бұны қашан жасай алады? Өзінің энергиясы болған кезде. Машалла. Иә, өзінің ішкі сезімінен назар аударған кезде. Елжас мырза, енді бала тәрбиесінде ата-ананың өзінің энергиясы маңыздырақ деп ойлаймын. Енді шабыттан шығамыз, тренинг, семинар, кітап оқым, все, қазір мен күшті ата-ана боламын деп, бірақ реальностьта, тәжірибеде, шынайылықта басқаша болады. Көпке шыдай алмай қалады. Сонда осы бала тәрбиесінде әке шеше ретінде үздіксіз энергиямыздың болуында қандай бір лайфхактар бар, өзіңіз қолданатын? Бұл жерде бірінші кезекте Ареке де Ғабеке де айтып жатқандай, энергияны сырттан іздеудің ешқандай қажет жоқ негізінен. Негізі ата-ана сол баламен бірге уақыт өткізген кезде, баламен бірге ойнаған кезде энергия алатынын ескеру керек та. Өйткені біз сол баламен бірге бала болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның баласы бар адам баласымен бірге бала болсын деп айтып кеткен өсиетіне сай, шынымен шынайы тұрғыда баламен бірге бала бола алған кезде, андай жай ойнаған болу үшін ойнай салу для галочки дейді ғой, сондай бір ойнай салу, Елжас Ертайұлы айтып еді, баламен сапалы уақыт өткіздік, мен кішкене бір 15 минут баламен ойнай салайын деген секілді бір ойнау, немесе ойнап отырсыз, бірақ ойыңыз сан сақта жүр, мысалы жаңағы ертең төлеу керек кредит ойлап жатыр, жұмыстағы проблеманы ойлап жатыр, аренда, жалақы деп әр нәрсені ойлап отыратын болса, олардың ешқайсысы сапалы уақыт өткізу болып есептелмейді негізінен. Ол жерде сен энергия ала алмайсыз, керісінше бала ол кезде тоймайды, сізге жабыса беретін болады да негізінен. Ал керісінше сіз бір сәтке мысалы шынымен де өзіңізді бала секілді сезініп, баламен бірге бала болып, баланың ойындағы, қиялындағы сценарийға сай уақыт өткізіп ойнайтын болсаңыз, сол кезде әр балаңыз да сізден риза болып, ол да өзіне керекті махаббатты, мейірімді, жылуды алады, және сізде оның анау тап-таза пәк атмосферасының ішінде сізде өзіңізге қажетті энергияны аласыз. Сондықтан да бұл жерде ата-аналар жаңағы энергиям таусылып қалады дейтін болса, мен ойымша керісінше сол энергияны іздеп балаға бару керек та. Энергиям болған кезде баламен, энергиям болған кезде барып баламен ойнаймын деген түсінік емес негізінен. Энергияңыз жоқ болып тұрса, керісінше балаға барыңыз, баламен бірге ойнаңыз, сол кезде сізге энергия келеді. Андай әкелер көбінесе айтып жатады, немесе жұмыс істейтін аналар, күні бойы жұмыс істедік, шаршадық, балаға қарауға мұрша жоқ деген секілді. Сіз анып, Құранда да айтады ғой, қателеспесек, жұмысты ауыстыруға байланысты, демалу үшін бір істі істеп отырсаң, басқа форматтағы жұмысқа ауыстыру деген мағынадағы сол форматты, мысалы сіз физикалық жұмыс істеп келдіңіз, сіз кәдімгі физикалық тұрғыдан шаршадыңыз, енді келіп бір эмоционалды бір қарым-қатынасқа, балаңызбен қарым-қатынасқа ауысқан кезде сіз не істейсіз? Демаласыз да негізінен. Ал бізде бала кезде мүмкін сол сіңірілді ме екен білмеймін, демалуға деген түсінік бізде қате қалыптасқанда, біз демалу дегенде аяқ көкке көтеріп қойып, теледидарды қосып қойып, теледидардың алдында жатсам ғана демалам деген бір түсінік бар да, сол үшін демалыс ретінде біз соны іздеп кетеміз да, барлық нәрсені әйелді де баланы да күйеуді де ысырып тастайтын жағдайлар кездеседі. Сондықтан мен ойымша бұл жерде сол баламен бірге уақыт өткізген кезде энергия аламыз деп ойлаймын. А сіз өз тарапыңыздан қай бір уақыттар белгілейсіз ба баламен өткізуге? Мысалы сізде 3-4 балаңыз бар. Енді 3-4 па? Есіне шығып тұр. 4 балаңыз бар. Қазақтың сөзі жақсы да, 4 балаңыз бар. Әйтеуір біреу 5-6 балаңыз бар, мен білемін деп. Сол именно әрқайсымен бөлек-бөлек уақыт өтсесіз ба, әлде бәрімен бірге жинап аласыз ба, әлде қалай? Сондай бір нақты лайфхактарыңызбен. Негізінде мен қазір айтқым келген нәрсе мүмкін Ғабекеге қатты ұнамай қалуы мүмкін негізінен. Бұл баламен қарым-қатынаста, тіпті жұбаймен қарым-қатынаста, адами қарым-қатынастарда мен жүйелілікті, автоматтандыруды қатты қолдамаймын негізінен. Өйткені ол жерде автоматтандыру жүйелік болып кеткен кезде жасандылықты араласып кетуі мүмкін негізінен. Сондықтан да бұл баламен қарым-қатынас болсын, жұбаймен қарым-қатынас болсын, ол жерде қатып қалған бір ереже бекітіп қою кейбір кезде шынайылықты жою мүмкін. Өйткені сіз ол уақытта сіздің ішіңізде ондай бір дайын болмады мүмкін, жұмыстан бір стресстік жағдай болды немесе, баламен сіз шынымен ол жерде бір шынайы қарым-қатынас орнатуға ол сәтте дайын болмауыңыз мүмкін да, мысалы. Сол кездерде сіздің барып әйтеуір осы уақытты өткізуім керек қой деп өткізу қатты тиімді болмауы мүмкін. Немесе сіз дайын болсаңыз да бала ол уақытта дайын болмауы мүмкін. Баланың ертең маңызды бір имтиханы болуы мүмкін, немесе басқа нәрсесі болуы мүмкін. Жоқ, бізде қазір уақыт өткізетін уақыт кел, уақыт өткіземін десеңіз, ол шынайы болмай қалуы мүмкін. Жасандылық көп болып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде менің ойымша белгілі бір уақытқа бекітіп қойғаннан көрі бүкіл ана 24 сағаттың ішіндегі мүмкіндіктерді барынша
тиімді пайдалану. Мысалы, бұны қатты бір қиындатудың қажеті жоқ, негізі жеңілдету принцип қой негізі дінімізде. Мысалы, бұл жерде қарапайым сіз балабақшаға бара жатырсыз, мысалы, баланы апара жатсыз, мектепке апара жатсыз, тіпті машинамен апара жатсаңыз да, жаяу апара жатсаңыз да, сол уақытты сапалы өткізуге тырысу. Мысалы, бір қолыңызда қолды баланы ұстап алып, бір қол телефон шұқылап жүргеннен көрі, сол жерде баламен сөйлесіп, жан-жақты тамашалап, әртүрлі нәрселерге баланың назарын аударту, бұл да бір сапалы уақыт өткізу негізінен. Сондықтан да уақыт жоқ, үлгермеймін дегеннен көрі, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізді қалай максимум деңгейде қолдана аламын, қалай сығып ішінен барлық нәрсені пайдалы қыла аламын деген оймен қарайтын болсақ, мен ойымша көптеген нәрсе шығады секілді. Енді біз өзімнің жеке, енді сіз тікелей сұрап отырсыз, Жәкеге деп қоймай тікелей сұрадыңыз, мен де тікелей жауап берейін онда. Мен көбінесе сол балаларды балабақша апару, шахматқа апару, үйге алып келу деген секілді сыртқы жұмыстардың бәрі мен негізі өзімнің мойнымда, оны мен өзім алғам. Сондықтан да сол процестер біздің негізі уақыт өткізетін кезіміз. Мен тем более машина айдамай білесем, мен жаяу жүремін. Сондықтан жаяу жүрген кезде сол сөйлесеміз. Әрқайсысы әр баламен менің шамамен примерно өзіміздің бір нелеріміз бар. Арамыздағы темаларымыз, қарым-қатынастарымыз бар. Мен кішкентай баламмен қызыл машина көрсек айтатын бір өлеңіміз бар, мысалы. Өтіп бара жатқан кезде қызыл машина көрсек, екеуміз бірге бір өлеңді айтамыз деген секілді. Сол секілді жалпы алған кезде әр баламен әртүрлі нәрсе бар. Бұл бірінші процесс. Енді екінші сіздің сұрағыңызға нақтырақ жауап беретін болсақ, бірге ма бөлек па деген кезде мен мынаны айтар едім, бірге де болу керек, бөлек те болу керек. Яғни белгілі бір отбасылық қарым-қатынас, бауырмалшылдық, отбасылық атмосфераны қалыптастыру мақсатында отбасылық сағат деп бірге уақыт өткізетін кездеріміз болу керек. Одан бөлек әр баламен тіпті жұбайыңызбен бағана Жәке айтқандай жеке свидание деген нәрсе болу керек. Яғни мен өзімнің айлық жоспарымды құрған кезде әр айдың басында өзіме сол нәрсені қоямын. Жұбайыммен жеке уақыт өткізу, және енді 4 балам бар, бірақ та 4-еумен емес, 3-еумен жеке уақыт өткізуді қоямын. Өйткені кішкентай пока оны түсінетін жағдайда емес. Ол қазір көбірек мамасымен жеке уақыт өткізгісі келеді. Сондықтан ол 3-еумен жеке уақыт өткізіп, мысалы мен кешемет жоқ, оның алдыңғы күні сейсенбі күні ғана қызымыз екеуміз бірге сабағынан шықты, екеуміз бірге кафеге барып пицца жеп, бірге оның қалауы бойынша оның қалауларын орындап, сол жерде бір жеке свидание жасадық деген секілді. Сол секілді примерно жекені де нені де бірге алу керек деп ойлаймын. Бұл әрі маған энергия, әрі балама энергия. Өйткені жеке, әсіресе жеке уақыт өткізген нәрсе, бұны Жәке өте көп істейді, Жәке өте жақсы біледі. Жеке уақыт өткізген кезде, жеке уақыт өткізген кезде бала үшін ұмытылмас сәт ол негізінен. Өйткені өзіміздің де балалық шағымызды қарайтын болса, есімізде қалған кезеңдер ол эмоция жүктелген кезеңдер. Егер ол оқиғада эмоция бар болса, ол біздің есімізде, эмоция жоқ болса, сухой болса, оның бәрі ұмытылып кетті. Мысалы, қазір бүйтіп өткен балалық шағымызды еске алсақ, әкемізбен, анамызбен керемет өткізген эмоцияға толы болған сәттер біздің есімізге түседі. Сондықтан біз балаларымызбен осындай сәттерді көбейткен сайын, біз оның естелігінде көбірек орын алған боламыз. Машалла. Жалпы жаңа айтып отыр ғой, Ежекең бір түйіндей келе бір жаңа өзім қарап түсініп отырған нәрсем, бұл жерде басқа салаларға энергия болады ғой. Отбасыға қалмай қалды емес, отбасының энергиясы ол міндетті түрде бар. Сондықтан одан кейін тағы да бір момент, жаңа есіме не болып жатқан, Ежекенің кітабы бар ғой. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, балаң бәрі өзің сияқты болады деген. Сол жерде мен айтатын, балаңды тәрбиелеме, өзінің ішкі балаңды тәрбиеле, ішкі жан дүниеңді, қалауыңды, жаныңды жалпы түсіне ал, өзің жаныңды тани ал, сол кезде сол энергия мощно береді. Бәрекелді, супер. Жақсы ашылып жатыр, берекесін арттырсын. Мынау енді сатуға келетін болсақ, Арман мырза, өзіңіз нақты қолданатын, өзіңізде бірнеше сату менеджерлеріңіз бар, сатуға үйретіп жатсыз, бірақ өзіңізде де бір энергия болу қажет қой, дұрыс па? Өзіңіз сол энергияны қалай қалыптастырасыз? Мынау сатуға байланысты нақты қандай бір өзіңіздің лайфхактарыңыз бар? Достар, қараңыздар, құрметті көрермендер, қарапайым ғана нәрсе, жаңағы бірінші клиентпен біз сөйлесеміз ғой, енді сату саласында жүргеннен кейін, бизнес саласында жүргеннен кейін неше түрлі нәрселер болады. Жаңа өзінде менеджер бар демекші, мысалы үшін менеджерлерің бір келісілген, айтылған бір задачаларды орындай алмай жатуы мүмкін, уақыттар жетпей жатуы мүмкін, болмаса тағы да басқа бір мәселелер болуы мүмкін. Сол кезде өте маңызды нәрсе, біз соған уайымдап, соған ренжіп, соған бір өзіміз сырттан ой құрып алып, сонымен жүретін болсақ, бізде конкретно энергия слив болады. Яғни энергиямыз сол жерде ағып кетеді деген сияқты нәрсе. Осындай мәселелерді болған сайын ашып, алдын ала қалай осындай жағдайда қалай біз не істейміз деп бір ашып, бір
ашық шынайы келісім болған абзал да. Сөйлесу да. Иә, ашық сөйлесу, иә. Менеджермен сөйлесу. Ал егер сату менеджері, бізде көбіміз енді өз услуганы сатасың. Кейбір кезде бір ең көп энергияны алатын нәрсе мен өз тәжірибемде де болды. Ол не? Ол клиенттен күту. Яғни клиент міне ақшасын төлейді, бүгін төлеймін деп айтқан, ертең төлеймін деп айтқан, вот алатын шығар деп күтіп жүру да. Вот жаңа күту деген нәрсе бір-бірімізден, жаңа отбасыдан, бір-бірімізден, әйелінен, жұбайынан, балаңнан күту деген сияқты нәрсе. Күту сол энергияның ең төменгі деңгейіне алып барады. Оны да жейді, ол өте көп энергия жейді. Өйткені прикиньте, сен күтіп отырсың, пример қалай болады екен деп ше. Сол кезде не істейсіз? Дәл сол кезде мен өзіме сұрақ қоямын. Дәл қазіргі кезде маған осындай бір нәрсе құштарлық қажет болып жатыр ғой. Осы сәтте осы нәрсе маған мен қойған нәрсеге пайдасын береді ме, жеткізе ме, тигізеді ме, апарады ма, көп та оны енді өзіңізге сұрақ қойып алыңыз да. Ары қарата дәл қазір мен не істей аламын? Дәл қазір мен не істей аламын? Егер мен продажаны қалайтын болсам, дәл қазір мен не істей аламын? Мен аламда басқаша жүргіземін, келесі клиентке хабарласам, жаңа клиенттермен сөйлесем деген сияқты ғой. Яғни бір жерден күтіп керек емес та. Одан кейін тағы да бір нәрсе, жаңағы энергияны алатын клиентпен ұрысу да, клиентке дәлелдеу, клиентке сен қандай крутой екеніңді, сенің өніміңнің күшті екенін дәлелдеу. Міне осы нәрсе көп энергияны сізден талап етеді. Сіз бір адам или бір 5 адамға дәлелдеуіңіз мүмкін, бірақ келесі адамдармен сөйлесуге, келесі адамдармен араласуға, келесі ортаға барып айтуға сізде уже желание да жоқ, энергия да жоқ, сіз кәдімгідей подавленный болып қаласыз, түсіп қаласыз төмен. Бұндай жағдай не істеу керек? Қарайсыз, кімге қызық, сонымен сөйлесесіз де. Енді мен менеджерлерді үйреткен кезде арнайы сұрақтар бар. Клиенттің арғата негізгі желаниясы бар ма, ниеті бар ма, алуға, білімге инвестиция салуға, арғата ақша табуға, бір қандай да бір ішінде қажеттілігі бар ма? Егер сол бар болса ғана, егер ол соған инвестиция ақша төлеуге құюға дайын болса ғана, арғата сөйлесіп, ашып, түсіндіріп, онымен жұмыс жасауға болады. Ал егер ода жоқ болса, оған сливаться етіп керек емес те. Өйткені ол просто бағасын біліп, жай интерес құрып бүйтіп жүрді. Көбі жаңағы бағасы қанша деп жазған клиенттер осы алады екен деп ойлап қалады да, ана душы түсіндіреді. И бір уақытта ана клиент үндемей қалады. Ойлап қалады, үндемей қалады, ештеңе жазбайды. И сол кезде отырады бәрі. Не болды, мынау кеше 20 клиент жазбайды, бәрі үндемей қалды деп жазып. Все, болды. Үшінші күні уже вообще энергия жоқ. Клиентпен сөйлесуге желание жоқ. Міне осы жерде мен қолданатын нәрсе сол күтпеу, нақты келесі клиенттер, жаңа клиенттер біз түсінуіміз керек. Ақша табу, продажа деген нәрсе, егер біз Reels контент жүргізіп, бір жаңа входящий поток келмесе, бізде продажа болмайды. Ладно? А ол үшін контент түсіру үшін, жүргізу үшін оған біз салуымыз керек энергияны. Ал егер салып жатқан кезде мен өзіммен жаңағы сіз нақты құралдарыңыз дегенде менде шарт жоқ. Шартты алып тастаймын да. Яғни мен түсірдім, и ол маған осындай ақша алып келу керек деген шарт жоқ та. Мен просто от души түсіре беремін да, ол алып келеді, алып келмейді, ол уже Құдайға тапсырамын и сразу просто жасай беремін да, на моменте қандай сезім бар, процесстің ішінде боласың. Нәтижеде жұмысым жоқ. Өйткені егер Алла қалаған болатын болса, ол ризық бізге сол күні, сол сәтте, сол бір мезетте келу керек болатын болса, жазылған болатын болса, оны ешкім ала алмайды да. Бұл реальный факт. Потому что даже бізге де өткенде де бір кісі айтып жатыр, даже мен ауырып, жаңа денсаулық болмай жатқан кезде бір клиенттер өз-өзінен ақша төлеп жатыр ғой. Бізге айтады ғой, постоянно активити жұмыс жасау керек. Жоқ, ондай жоқ. Потому что Алла жазып қойған, ол болады, өзі солай бола береді. И сол сияқты Аллаға тапсыру, арғата, өйткені жаңа нәтижең өзін күтуде, ол да бір энергияны алып тастады ғой сізден. Бірақ обязательно біздің миымызға, біздің психикаға бізде запрос болуы маңыздырақ та осы жерде. Нақты цифра, нақты клиент саны, нақты қай жаққа бара жатырмыз, примерно өзімізге бір уақытта болған абзал. Бірақ шарт жоқ. Бірақ опять же, дәл сол нәрсе болу үшін, сол нәрсеге жету үшін дәл қазір мен не істей аламын деген сұрақ. Вот осы сұрақ мені прям алға не істейді, өмірде де тура осылай қолданамын. И менеджерлерге де тура осылай айтамын. Клиентпен күреспеу, клиентпен ренжіспеу, клиентке дәлелдеп
керек емес. Тем более танымайтын адам дейсіз. Иә, тем более танымайтын адам. Анау еще бізде анандай да жағдайлар болған ғой отдел продажда. Енді мен анда activity отдел продажа холодный прям звондайды. И кейбір клиенттер болады, енді неше түрлі адамдар бар, иә. Ғайбат сөздер, жаман сөздер айтуы мүмкін. Боқтауы мүмкін, иә. Клиент кәдімгі посылать етіп жүруі мүмкін, да. Как бы и менеджер все жаңағыдай үйіңнен не от алып кетіп жаңағы үйіңнен ренжісіп шыққандай ғой айыңмен энергияң жоқ үйге жұмысқа барса ештеңе істегенге бүйтіп желание жоқ да. Примерно менеджерде де тура солай посылать етті бір я келесі клиентке звондауға желаниесі жоқ. Вот осындай моменттерде бізде енді грубо мен былай қараймын да, менде біраз енді адамдар жіберген да бір жерге баршы деген сияқты, ана жаққа кетші деген сияқты. Окей, ол кетші деп айтқанда сен кетіп қалмайсың ғой енді, по факту да. Иә, ол оның ойы. Иә, ол оның ойы. Оның дәрежесі. Иә, ол оның деңгейі да, дәрежесі. Окей, ладно, короче. Ол посылать етсе де қайтадан пока піскен жоқ ол кісі. Иә, піскен жоқ, бірақ сұрақ болады да, негізі алғысы келе ма депші, қайтпай да. Мен барып келіп едім, алатын. Иә. Мен барып келдім, сіз жерге барып келіп едім, алатын болдың сен. Иә, ақша төлейсіз ба, не болды деп те сұрақ болады. Негізі қалжың, бірақ шындықта тура да осылай да айтуға болады. В принципе, менде мынандай нәрсе деп айтуға бола ма? Жалпы энергияның, енді айтамыз ғой, әркімнің энергия жинау жолдары әртүрлі өзін таныған кезде. Енді энергияны жинап алғаннан кейін, оны тек қана жинап жүру емес, соны өзінің қалауына қарай, мақсатына қарай, бір бағыттап, одан кейін басқа адамдардың бала тәрбиесінде, ерлі зайыптыларда, өзінің тұлғалық, одан кейін клиенттермен, командамен жұмыста сол энергияны жан жаққа шашыратып бір жібермеу. Ол ересек позициясында осы сәтте жалпы тұрып өзінде сақтай алып қалу. Өсек айтпау, бір жаңағыдай ренжімеу, бір күтпеу деген сияқты, бір оған бір претензия қоймау деген сияқты. Керісінше алғыс айтып, іштегі соны сақтап қалу. Сондықтан энергияны тек қана жинау емес, ішінде соны сақтай алу. Басқа келіп, басқа біреу бүйтіп айтты деп, мен болды бере салдым, сен үшін менің өмірім болмай жатыр деп, жауапкершілікті басқа біреуге артып тастамау. Өзінде соны сақтай алу деген нәрсе шығып тұрды да. Бәрекелді. Супер. Тағы да бір нәрсе қосып жіберсем, осы жерде негізі енді мен ұстаздардан алған кезде осы бір лайфхакты өмірімде қатты қолданып бастадым. Бірінші нәрсе, бізде ортаны үшке бөлуге болады да. Бір орта бар, біз ол жерде кәдімгідей энергияға толамыз, яғни шабыт аламыз, жаңағы өзіміздің потенциалымызды, миссиямызды, мақсатымызды одан да кеңінен бір ашып тұрып, айқындап, ашып тұрып қолдануға сол жерде лайфхактар аламыз. Ол бір орта, яғни біз энергияны алатын орта. Енді екінші орта болады, ол біз сол алған энергияны алып барып сол жерге саламыз да, жаңағы күш қуатты. Кәдімгі саналы түрде сол жерге салсақ болады. Ондай бір орта бар. Яғни біз ол жерге барамыз, бөлісеміз, айтамыз, қолдаймыз, жаңағындай ғой, ашық сөйлесеміз, оларға уақыт бөлеміз деген сияқты. Инвестиция ретінде жаңағы отбасыңа, әйеліңе салып жатқан сияқты. И сіздің сондай бір ортаңыз болу керек. Енді бір орта бар, үшінші орта бар, ол біздің энергияны жаңағы айтып жатқандай, как вампир сияқты, қанымызды сорған сияқты соратын орта бар. Немесе сатып алады. Сатып алып, оны ақшаға генерить етсеңіз, в принципе, обмен энергия айналысып жатыр. Бірақ көп жағдайда мен айтып отырған ол соратын ортада. Соратын ортадан сол жерден менде өзіме көмектескен жаңағы лайфхактардың бірі сол жерді азайту ғой. Қай жерде, қай ортада мен болып жатыр, ол жаңағы айтқандай ғайбаттау, кінәлау, сондай орта бар. Содан сен кәдімгідей уже саналы түрде шығасың да сол ортадан. Айтады ғой, тұрып кет дейді ғой. Адам сондай болса ше. Үндемей отыр, или тұрып кет, или кет. Сондай болса сол жерде жүреді. Сондай болса сондай болса. Анадай орта табу керек қой, примерно. Енді шыққысы келсе әрине. Менде бір ой келіп отыр, жаңа айтамыз ғой, отырып сөйлесіңіздер дейміз ғой. Енді айтамыз, ерлі зайыптылар бір-бірімен сөйлесіңдер. Жиі келеді мынандай сұрақ. Сөйлеспей емес, сөйлесем. Өзгермесе не істеймін, сөйлеспесе, түсінбесе, баланы жаңағыдай жазаласа, әйелдердің тарапынан көбірек келеді. Көбірек солай келеді. Енді еркектердің тарапынан келетіні ол жерде жаңағы қарым-қатынас болмай жатыр деп, или ажырасайын деп жатыр деген кезде ғана келеді ер адамдар. Көбінесе ол жерде бұл жерде проблеманы аяғына дейін апармау деген нәрсе шығады да. Сигналдар болды ма, бірден оны уже тревога бар, уже значит сатпай жатыр, бизнесінде бір қарау деген сияқты. Дәл солай отбасында да сол
нәрсеге назар аудару. Енді жаңа бір-біріне мәмілеге келмей жатыр ғой. Сондықтан бұл нәрсені қалай шешу жолы. Енді көбінесе шыны керек қазір мен дамып жатырмын, мына түсінбейді, оказывается, енді бұрын білмеппін, енді мен бұнымен қалай тұрамын, мамам ба, мен бұны қалай асырайын ба деген сияқты нәрсе қазір көп кездесіп жатыр. Сөзге келмейді. Енді тұрып, мен бала шаға бар, бірақ енді мен бұл жерде, наверное, неге маманға жүгінген. Бұл жерде, соны айтқым келіп жатқаны, бұл жерде тұрып, ана мамасы да емес, жаңағы ер азаматты да ол бармайды емес, бұны сыртынан қарап, сол жерде бірден шешім қабылдап тастап, бір-біріне айтып тастау емес, бұл жерде шыны керек жаңағыда сен бар, мен өзгер емес, шыны керек сыртынан қарап бұл мәселені, сыртынан ол мен ғана өзгеруім керек па деген сөз емес. Осы нәрсені сыртынан қарап бір талқылай алу. Бірден барып, бір шешім қабылдап, немесе ажырасу, немесе басқа емес, бір-біріне деген осы мәселені жалпы талқылау. Жақсы. Ғабекеңе сөз берсек, Ғабеке, жаңағы ішкі стимул, ішкі мотивация дейміз ғой, ішкі шабыт, сол тұрақты түрде, жүйелі түрде, іштен әрдайым аз болса да шығып тұруына, қолданып тұруына қандай бір нақты лайфхактар, әдеттер бар? Бұл энергия тақырыбын жалпы жүйелі былай қарастырсақ, энергияны біз үнемі толықтыруға, көбейтуге тырысамыз ғой. Бірақ шелек тесік болса, кетіп жатқан жағы да бар ғой, оны да толықтырып отыру мәселесі бар. Мысалға, қабылдау, бір жағдай, мысалы проблема дейміз ба, компанияда болсын, жеке адамның өмірінде болсын, пайда болады. Дәл сол жағдайды бір адам оңай қабылдайды да, оны былай айтқанда мән бермейді өтіп кетуі мүмкін. Екінші адам содан әжептәуір бір стресс алып, ақыр аяғында стресс, мысалға қатты стресс алған адам 2-3 күн иммунитеті құлап кетеді. Сосын грипп болып ауырады деген сияқты кәдімгідей слив болып жатады да. Енді қабылдау мәселесі, қабылдағанда бұны мысалға бірнеше инструменттер бар. Мен жеке өзім қолданатындарын мысалы айтсам, мысалға рухани инструменттер бар, сабырға қатысты, мысалға өзіміздің құндылықтарымызда жетеді ғой, діни инструменттер ретінде. Сабыр дегеніміз ол бір басымызға келген проблема ғой. Бұны Алла Тағала бір жағынан сүйген құлдарына жібереді дейді. То есть бұл мәселе арқылы біз білмейміз ғой, мүмкін бұл мәселе арқылы бізді одан да үлкен бір қиыншылықтан, жамандықтан қорғап қалған шығар. Екіншіден, яғни сабырды қосып сұрау, сол ситуация арқылы Алла маған не белгі берді? Не берді? Соны түсіне ойланып қарасақ, бұл арқылы біз осы мәселені шешсек, қабылдасақ, бір нәрсе тағы да Алла үйреткісі келіп жатыр екіншіден. Яғни осыны үйрену арқылы осы левелді өтсек, келесі өмірдің кезеңіне біздің дәрежемізді, білімімізді көтерейін деп жатыр деп, яғни жаңағы келіп тұрған қиындық деп қабылдап тұрған нәрсені позитивный энергетикаға бөліп, то есть өткенде бір ой келді осындай, мысалы проблема деп атаудың орнына оны бір задача, даже задача емес, одан да былай айтқанда сабақ, тәрбие, челлендж, жаңағындай бар вызов, еркек адамға ол челлендж деген кезде табыр белес деп қарасақ, проблемада қарасақ, бұл біртүрлі энергиямыз сорады. Жақсы қайта. Ал егер де бұны челлендж, жаңағындай бар вызов деп қабылдасақ, бұнымен күресіп, мен қазір жеңіп, келесі белеске шығам деген ниетте боламыз да. Супер. Осы сияқты, және де енді қазір айтып жүр ғой, мысалға SQ дейміз жаңа инструменттер, spirit quality, рухани PQ жағы бар, power жағы бар. Мысалға мен спортты көп қолдануға тырысамын. Жаңа Ареке айтқандай, спорт бізге сондай режимда жүруге, энергичный болуға, және де бір гормондардың бөлуіне, бұл гормондар артынан эмоция береді, яғни соның арқасында біз жұмысымызда табысты болып, содан тағы да от алып, энергия алып, осындай режимда жүгіріп жүруге мүмкіндіктер береді. Машалла. Бәрекелді. Проблема дегенде бір естіп жатыр, мен өзім математикпін ғой. Бізде проблема деген сөз біздің СНГ-де мекен, біздің Қазақстанда мекен бір жағымсыз болып қалыптасып қалған секілді. Бірақ негізінен ағылшынша қарайтын болсақ, кәдімгі математиканың есептерін проблем деп айтады да. Problem solving деген нәрсе бар. Яғни проблема ол шешу үшін бар да. Проблема беріледі, не үшін есепті шешесіз ғой. Сол секілді шешу үшін бар, шешімін іздеу үшін бар. Problem solving деген мәселе ретінде қарастыру. Бізде бірден негатив деп қараймыз да, сонда бір түсінік қалыптасқан. Негізі сіз айтып отырғандай, проблема ол шешілу үшін, даму үшін, ары қарай келесі этапқа өту үшін керек нәрсе да, негізінен. Бұл жерде
мынандай нәрсені бөлсек болады. Біреу оны жасау үшін қалай жасаймын дейді, біреу мынандай болып жатыр деп, короче, бір жауапкершілікті арта салып, енді артқа тарту деген нәрсемен бір сондай нәрседен қарастырылған. Яғни осы мәселені былай жүйелі қарағанда, жаңағыдай рухани инструмент бар, жаңағыдай энергетикалық инструмент бар, бір жағынан мысалы мысалға IQ дейміз, emotional quality, осының барлығын жайып, және осының ішінен әрқайсысының өзінің бір пареттасы бар, ең маңызды деген мысалға денсаулыққа қатысты тамақтану, жаңағы қимыл, қан айналымын жақсарту деген сияқты әрқайсысынан қиындатпай бір-екі дегенде ең тиімділерін ала отырып, соны өзіміздің күн тәртібімізге енгізсек, былай айтқанда барлық сфераны жауып, энергияның кетіп жатқан жағында және алатын жағында реттеп қойып, қалай тиімдісін таңдаймыз және оны қалай өмірге енгіземіз? Тізім құрамыз, әр сала бойынша, мысалға денсаулыққа қатысты ең дегеніміз, мысалы тамақ, міндетті түрде дұрыс тамақтану, зияндылардан, ұйқы мәселесі бар, қан айналым, осы үшеуінен артық асып кеткен бір не жоқ. Сосын білім мәселесі деген сияқты интеллектуал жағынан, мысалға жаңағыдай spirit quality рухани жағынан арнайы инструменттерді Құранға жақындау, Алла Тағалаға, өзіміздің құндылықтарымызға көбірек оқу, мән беру. Жақсы. Денсаулық, білім және рухани. Осының барлығы комплексті жүйелі түрде. Мысалға неге жүйелі деген сөз қолданылып жатыр? Мысалға сіз спортты, ауыр спортты таңертеңнен қойып қойсаңыз, бойымызда қандай жаңағы сүт қышқылы бөлінеді дағы, біздің сәлденген ұйқымыз эффективность кішкене құлай бастауы мүмкін. Сондықтан да оның да қоятын уақытысы бар. Спорт деп таңға қойып қоймайсыз, 4-5-терге таман, ауыр спорт деген сияқты. Мысалы тамақтың да жаңағыдай сбалансированный айына мынанша рет мысалға балық дегендей, оны бір делегировать етіп, келіншегіңізге беріп қойып, мысалға бір меню дегендей. Осылай реттеген жағдайда күн тәртібіміз реттейміз. Мен енді қыздым, мен бір сөйлем айтып жүрсем, мен енді айтып отырмын ғой, қызып отырмын, бір жалпы ерлі зайыптылардың қарым қатынасында түсініспеушіліктер, араларында суып бір ажырасам деген ой болса, демек бұл жерде сигнал өз орындарынан кетіп қалды. Бір-біріне ерлі зайыпты өз орындарынан кетіп қалды. Сондықтан соны анықтап алып, кім қандай нарушение болды, кімде қандай нәрсе болды, соны анықтап алып, оны ретке келтіруге болады. Керісінше Алла Тағала бізге сол арқылы сен қандай өмірлік жолынан кетіп қалғанын көрсетіп тұр. Сондықтан бұны басқа жақтан іздеп, басқа жақта бақытты болып кетемін емес. Бұл жерде мен қандай нарушениеде соны анықтап алып, әркім өз орнында болса, бір нәзік болып, еркек болып, әркім соны қалайды. Сол себепті, сол заңдылықты еске алған кезде негізі жанұя бір жанның ұясы бір рахат сезім береді. Сондай сөйлеміз, менің сөйлемім сондай. Екі сөз дейміз еді. Солай енді. Ал мырзалар, кешірім сұраймын, менің өзім бөлісетін бір екі лайфхакым бар, соны бөлісіп өтсем, мен ұйқыға қатты мән беремін. Ұйқы процесіне 11-ге дейін ұйықтауға тырысамын, жататын жерге мән беремін, төсекке, жұмсақтыққа, қараңғы болу қажет. Сосын мүмкіндігінше медитация жасаймын ұйықтайтын алдында, немесе армандап жатамын. Әлі жетпеген, бірақ армандайтын армандарым бар, соны визуализациялап жатып, жақсы ұйқыға кетемін. Өйткені ұстазым айтпақшы, егер кедей болып ұйықтасаң дейді, бейшара таңертең тұрасың дейді. Сондықтан бай болып ұйықтауға тырысамын, таңертең миллиардер болып тұру үшін. Екінші лайфхак ол әрдайым ішкі сезімге мән беріп бөлісіп отыру. Ол жұбайым болсын, балалар болсын. Мен балалар айтам, қай уақытта қандай сезім келеді, сол уақытта айтсаңыздар болады, мен ашықпын. Қай уақытта құшақтаған келеді, сол кезде келіп құшақтасаң болады деймін. Тіпті мен ашуланып тұрсам да, құшақтаған келіп тұрса, пожалуйста, келіп құшақтасам. Келісіп аламыз. Келісіп аламыз, Үшінші, ол неге аптасына бір рет моншаға, яғни тән релаксына мән беру, монша, массаж, сосын жаңағы серуен, осы нәрселерді мен өзім жеке басым қолданамын. Енді мырзалар, бір түйін болса, өздеріңіздің тараптарыңыздан бір қорытынды болса, сонымен бүгінгі катализатор подкастымызды түйіндесек, қорытындысақ, аяқтасақ. Бүгін Ғабекеден бастайық, бұл жолы ылғи соңғы қойып жатыр. Ғабеке, сізден. Досыңыз сіз үшін уайымдап жатыр.
түйіндей келгенде былай айтқанда біздің күніміз қалай өтеді, солай жылымыз және ары қарай өміріміз де солай өтіп жатады. Күнімізге мән берсек, қиындатпай ең маңызды заттарды жауып, күн тәртібімізді реттеп алсақ, солай өмірімізде энергично жалғаса береді деп ойлаймын. Машалла, бәрекелді. Түйін энергияны алатын қайдан аласыз, соны айқындап, сонымен жұмыс жасау, қайда жіберіп жатсыз, соны аңғарып, сол жерде дозаларын реттеу ғой, қай жерге, қай жаққа салып жатсыз. Болмаса қай жаққа кетіп жатыр, сол бостан босқа кетіп жатқан жерлерді бітеу керек қой. Машалла. Жалпы мен енді әйел адамдарға енді айтатын адамдар, мамандар жетеді. Мен ер азамат ретінде және де бір отбасылық психолог ретінде өзім тарапынан айтатыным, бұл жанұя ер адамның аманаты, ер адам көшбасшы, қолынан келеді және жұбайына тұрып сен неге өзгермейсің емес, жалпы тұрып соған денсаулығына қарауға, өзінің бір жалпы жақсы сезінуіне бір жағдай жасап, соны бір стратег болу, көшбасшы болу, бір басшы болу. Біз сенеміз. Еркектерге камераға қарап айтайыншы. Иә, бұл біздің неміз. Негізінен бағана энергия деген, балалар үшін энергия деген ол қызығушылық дедік қой. Демек, ата-ана ретінде балалардың қызығушылығына көңіл бөліп, олардың қызығушылығын дамытып, және де өзіміз баланың бойына сіңіргіміз келген құндылықтарды сол қызығушылықпен байланыстырып отырып беретін болсақ, ісіміз жемістірақ болады деп ойлаймын. Машалла, бәрекелді. Құрметті мырзалар, оқырмандар, көрермендер, бәріңізге көп-көп рахмет. Жақсы ой бөлісу болды, тәжірибе алмасу болды, энергия алмасу болды. Аллаға шүкір. Бірінші алғашқы катализатор подкастымыз қалай болды, қандай ойлар туындады, қандай идеялар келді, қандай қорытындылар болды, түйіндер болды. Осы видеоның немесе аудионың астына пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, келесі тақырып қандай қызық, жалпы осы кезде қандай мәселелер бар, біз оған бір талқылау жазып өтулеріңізді қалаймыз, өтінеміз. Өздеріңіздің тараптарыңызда қандай тақырыптар ұсынасыздар, біз ашықпыз. Келесі мүмкін подкастта сіздің тақырыбыңызды да талқылаймыз. Рахмет.